балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Ал оқушылар, бәріміз назарымызды тақтаға аударамыз. Бүгін біздің сабағымызға қатысты бейне жазбаны қараймыз. Сөйлеудің күнделікті өмірдегі мәні мен қажеттілігі. Біз күнделікті өмірде не істейміз? Бір-бірімізбен әңгімелесеміз, бір нәрсені сұраймыз, немесе оған жауап береміз. Достарымызбен ойнаймыз, сабақ айтамыз, інілерімізге жақсы кеңес береміз. Күнделікті өмірде болып жатқан оқиғалар мен хабарларды сөйлеу арқылы жеткізіп отырамыз. Ау Айдос, сен неге көңілсіз келе жатырсың? Мен сені қазір көңілдендірейін. Қойшы Қуаныш, менің күлуге де, сөйлеуге де зауқым жоқ. Тілім ауырып келе жатырмын. Тіліме теріскем шығыпты. Оу, сөйлеудің тілге қандай қатысы бар? Қызық екенсің. Тіл болмаса, қалай сөйлей аламыз? Тіл, сөйлеудің басты құралы екенін есіңде сақта. Сонымен, Айдос пен Қуаныш бір-бірімен өзара сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасады. Ендеше, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ жауап алғанда, ауызша хабарлағанда жүзеге асады. Сөйлеу арқылы өз ойымызды өзгеге жеткізе аламыз. Ал оқушылар, бейне жазбадан нені байқадық? Не туралы айтылды? Қане кім жауап береді екен? Тіл бізге өте қажет екенін айтылған. Адам тілсіз өмір сүрмейді. Сөйлеу арқылы адам қарым-қатынас жасайды. Ал оқушылар, назарымызды тақтаға аударамыз. Біздің тақтада ребус берілген, мақал-мәтел берілген, шешуін табайық. Кім айтады Қанекей? Абылай айта ғой. Тіл қылыштан өткір. Балалар, кезек мақал-мәтелге келді. Кім айтады екен? Ендеше бәріміз бірге. Өнер алды қызыл тіл. Ал оқушылар, енді біз бүгінгі күнгі сабағымыздың мақсатын айқындап алайық. Қандай мақсаттар қоямыз? Кім айтады Қанекей? Мәтінмен жұмыс істейміз. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Тақырыпты болжаймыз. Жақсы, келесі Жанар. Өз ойларымызды жеткіземіз. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал оқушылар, енді біздің жұмыс топтық жұмыс болады. Біздің алдымызда жатқан мәтінмен жұмыс істейміз. Бірінші топқа Асылы Османның осы әңгімесінен нені байқадыңыздар деген сұраққа жауап береміз. Екінші топ бүтінін бөліп, жартысын жарып деген тіркестердің мәнін қалай түсінесіздер? Үшінші топ қазақтың тілі киелі. Киелі тіл жүрген жерге күйе шықпайды деген сөйлемнің мағынасы қандай? Бәріміз бірігіп жұмыс істеп, постерға түсіреміз. Асылы Осман басқа елдің қызы. Осы жерде ол қазақ тілінің құдіреті туралы айтылды. Жақсы. Гүлім оқиын ғой. Бүтінін бөліп жартысын жарып деген тіркестің мәні сырттан келген адамдарға көмектесіп үйден бөлме береді. Үшінші топтардың Ерғанат оқиын ғой. Қазақтың тілі киелі, киелі тіл жүрген жерде күйе жұқпайды деген сөйлемнің мағынасы. Қазақ тілінің құдіреттілігі туралы. Өте жақсы. Топтық жұмысты аяқтады. Енді топ басшылары мүшелеріңізді бағалап қойыңыздар.
Балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді бізде жұптық жұмыс. Жұптық жұмыс дегеніміз екі оқушы бірге жұмыс атқарады. Бүгінгі біздің сабағымызда жұптық жұмыстың тапсырмасы Грейстің жазбасы мен Асылы Османның естелігін Вен диаграммасы арқылы салыстырып жазу. Қатар отырған екі оқушы жұптық жұмысты бастаймыз. Ал оқушылар, жұптық жұмысты аяқтадық. Енді оның көрінісін тақтадан байқайық. Сонымен бірінші топтан Асылы Осман туралы жазуға Аделия келе ғой. Ал Аделия, оқи ғой, не жаздың? Асылы Осман мәтінінде қазақ тілге құрмет туралы айтылып тұр. Ой, жақсы, өте жақсы, жарайсың. Рахмет. Ал Бекболат, сен не жазасың? Грест Таразға келіп қазақ тілін үйренді. Жақсы, жаса ғой. Ал енді екі мәтіннің ұқсастығын бізге келіп абай жазып береді. Екі мәтінде де тіл туралы айтылып тұр. Ал оқушылар, біз сонымен жұптық жұмысты аяқтадық. Сонымен мәтіннің айырмашылығы: бірінші мәтінде Асылы Осман туралы айтылып тұр екен, ал екіншісі Грейстің Таразға келіп қазақ тілін үйренгені айтылған. Ал оның ұқсастығы екі мәтінде де қазақ тілі туралы айтылып тұрғаны жеткізілген. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, жұптық жұмысты аяқтадық. Енді әр жұп өзінің жұптарын бағалайтын болсын. Ал оқушылар, кезек жеке жұмысқа келді. Сіздердің алдарыңызда мәтін жатыр. Мәтінмен жұмыс жүргіземіз. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап береміз. Дескриптор әңгіменің негізгі ойын анықтайды, сұрақтарға жауап береді. Дескрипторға назар аудара отырып, мәтінмен жұмысты бастаймыз. Ал оқушылар, енді мәтіннің жауаптарын көрейік. Дескрипторға сай бағалайтын боламыз. Егерде толық жауап болатын болса 10 балл, бір қате кететін болса 9 балл, 2 қате кететін болса 8 балл. Бірінші сұрақтың жауабы не болады екен? Мәтін мазмұнына сай мақалды атаңыз дейді. Сұлтан, айта ғой, жауап қандай болады? Сөз жан азығы. Дұрыс па, балалар? Екінші сұрақтың жауабын көрейік. Мәтінге асты сызылған сөздің мағынасын табыңыз. Кім жауап береді? Мөлдір, айта ғой. Жауабы Д демін. Дұрыс па, балалар? Оқушылар, үшінші сұрақтың жауабы қандай екен? Мәтінге сай келмейтін қатарды табыңыз. Кім жауап береді? Жақсы, және айта ғой. Жауабы В. Айналайын сөзі кейінгі кезде қолданыстан шығып бара жатыр. Ал оқушылар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді біздің кезекте ақиқат пен жалған әдісі. Бүгінгі сабаққа қатысты сұрақтарға жауап береміз. Сонымен біздің ана тіліміз қазақ тілі. Кім жауап береді? Айран, келе ғой. Бұл ақиқат. Дұрыс. Жақсы, тілді қылыштан өткір, келе ғой. Назар. Мынау ақиқат. Келесі, жақсы. Тіл туралы мақал әдебиет жоқ дейді. Оңай қойғанда келе ғой. Жүгір. Ол жалған. Дұрыс. Тексер. Ал балалар, сабағымыздың келесі кезеңіне көшеміз. Сабағымыз бүгін аяқталып та қалды. Бағдаршам бойынша сабақты бағалаймыз. Егер де сабақты жақсы түсінген болсақ, онда жасылды көтереміз. Егер де орташа түсінсек, сарынды көтереміз. Егер де түсінбесек, онда қызыл түсті көтеретін боламыз. Ал оқушылар, бағдаршамға кезек келді. Сабақты қалай түсінгенімізді көрейік. Бәрімізге карточкаларымызды көтереміз. Өте жақсы балалар, бүгінгі сабақты жақсы түсіндірсіңдер. Жарайсыздар. Ал оқушылар, бәріміздің назарымыз тақтада болсын. Бұл біздің Қазақстан елінің картасы.
орта тұсында біздің күніміз жарқырап жайнап тұр. Бірақ біз жайнаған күнімізді әрі қарай жайната түсейік. Ендеше әр оқушысы ана тілі, қазақ тілі туралы білетін нақыл сөздерімізді, өлеңімізді, жүрек жарды сөздерімізді айта келіп, жарық шамдарын күн ортасына орналастырайық. Келе қойыңдар. Әдеп басы тайым. Жақа қой. Тере білсек, бүгі ауыз қала өрен, неше миллион мағжан үнжу шамамен, қанша гүлде қазақ тілі бақшасы, қандай дана өлшеу, қандай бағамен. Тіл ақылдың өлшемі. Ана десе мана тілі ойға оралар, балдай қуанарсын тойға барар. Тыңдасаң күнеміздің көркем нақыл, болжамдар қанжығама байлап алар. Ерке тіл еркелет кіштілін кенім, ерке жан айналайын күнім менім, ақ бұтам қоныр қозым алтынайым, қанша рет жүрек толқып сүйінгенім. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Тіл достықтың алтын көпірі. Өнер алды қызыл тіл. Өте жақсы оқушылар, сонымен біздің күніміз жарқыраған үстіне жарқырай түсті. Рахмет. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымыздың соңында Мұхтар Шахановтың «Төрт ана» деген өлеңін бізге Жәния оқып береді. Демек жүрер, жібек жүрер арқада, болу керек құдіретті төрт ана. Туған жері түп қазығы айбыны, туған тілі мәңгіге айдыны. Жан байлығы, салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі. Және туған тарихы. Еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да, құдірет жоқ төрт анаға тең келер, онсыз сана қаңбаққа ұқсап сенделер. Өте жақсы. Ал оқушылар, сабағымыз аяқталып қалды. Енді өз жұмысымызды бағалаймыз. Кім бүгінгі сабақта 10 деген бал алды? Қолымызды көтереміз. Жақсы. Кім 9 деген бал алды? Жақсы. 8 деген балалар бар ма екен? Аха, жақсы. Рахмет балалар. Қош келдіңіздер. Ал оқушылар, бүгінгі сабақтан біз не алдық? Мен бүгінгі сабақта тілдің құдіреттілігін түсіндім. Ана тілін құрметтеу керек. Менің бүгінгі сабақта түсінгенім, ана тіліміз басты байлық. Сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ қазақ тілі сабағы 5-ші астымен өткізілді. Сабақтың тақырыбы тіл бірлік құралы деп аталады. Бүгінгі сабақта білім алушылар оқу мақсаттарын қоя білді, және де оларда күтілетін нәтиже туралы ұғым қалыптасқан. Оқу мақсаттары сабақ тақырыбына оңтайлы алынды. Білім алушылар үшін оқу материалы және көрнекілік қолжетімді болды. Оқу мақсатына сай оқу сауаттылығына арналған мәтін алынып, оқушылар өмірмен байланысты сұрақтарға жауап берді. Білім беру мен тәрбие беру процесінде өзара байланыс көрінеді. Бүгінгі сабақта оқытудың белсенді тәсілдері қолданылды. Айта кетсем, миға шабуыл, болжау, сұрақ-жауап, вен диаграммасы, ақиқат пен жалған тағы басқа белсенді әдіс-тәсілдерді айта кеткен жөн. Сабақ уақыты ұтымды алынды, цифрлық ресурстар түрлері қолданылды. Оқушылар өз ойларын логикалық түрде жақсы жеткізе алды. Сабақтың барлық кезеңінде кері байланыс алынып, сабақ соңында қалыптастырушы бағамен бағаланып отырылды. Сабақ мақсатына жетті.